Асқабақ дәні теңдессіз байлықтарға еді. Қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қан аздық пен артериосклероз ауруынан айықтырады. Климакс кезіндегі аурулықты болдырмайды. Етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналдық өзгерістер орын алады. Ал осындай ауыртпалықтың барлығын жеңіл өткізгіңіз келсе, онда құрамы дәрумендер мен минералдарға толы бай асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз телиді, көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден-бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тік ішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан, қатерлі ісік ауруларының ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мерзімде тамақтануға тиіс. Қантты, тәтті, ашыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің өте кереметтей пайдасы бар екенін айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатит, қуық безі, безінің қабынуына ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығымызға ғана емес, өмір сүру қалпымызға да барлығын реттейді. Ал оның алдын алып немесе сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Күніне кем дегенде 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дерттеріңізден арыласыз. Асқабақ дәнінің құрамында L-аргинин заты ерлердің тестостерон гормонын жандандырып, қуық асты безінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейді әрі ісігін қайтарады. Артық салмақтан арылғыңыз келсе, ендеше осы асқабақ дәнін үзбей ішіп жеп жүріңіз. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жас ұныққа бай, өте бай өнім. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдетке айналдырыңыз дейді. Оның құрамында пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат айналуын реттейді, көңіл күйді көтереді. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзада серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды, жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңізді керемет көтереді дейді. Сондықтан да депрессия алған адамға, стрессте жүретіндерге және үнемі мазасызданатындарға асқабақ дәнін қалтаңыздан тастамаңыз деп кеңес береміз. Ішекті құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құртының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны ешқандай да жоқ. Буын ауруларынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие. Асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сонымен қатар несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Керемет мүмкіндік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Остеопороз ауруынан алдын алады. Құрамы кальций, магний және мырыш элементтеріне бай. Асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сондықтан да остеопороз ауруының алдын алғыңыз келсе, қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуынан сақтанғыңыз келсе, онда күнделікті тамақтың алдында асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз. Каналға тіркеліп, лайк баса өтіңіз.